Senin Pantarez роднойың. Қайраттың досы бар ғой, қайраттың досы. Қанша? Біздің туысқан ғой сол. Өтірік айтпашы. Еркекше алдын үйге келіп шай ішті, сүт ішеді ол. Сен білмейтін шығарсың. Білмейміз ғой. Төреғали бар ғой, братан. Иә, туысқаның ба? Күштәнше. iPhone 13 шықты, білесің ба? Біздің братан бар ғой, 1 жыл бұрын ұстап жүрді, iPhone 13. Қалай ол шықпай тұрып ұстап жүреді? Стив Джобспен араласады, братан. 1 жыл бұрын беріп қойған ғой, ешкімге көрсетпе, нағылма бермеді, бізге көрсетіп тастайды, брат. Оригинал Спартиктің қанша қалды деп ойлайсың? Пума ғой енді бір 30-35 мың теңге тұрады шығар. 1000 теңге аласың ғой, братан. Кепканы қанша алды деп ойлайсың? Енді ол 10 мың тұрады енді. Жоқ ғой, братан. 300 теңге аласың. Ема, қайдан алып жатсың бәрін апарсаң ғой? Короче, 6 базар деген приложение бар. Ішіне кірсең, короче, одежда, детский, мужской, аксессуарлар, киімдер бәрі бар ғой. СНГ бойынша жұмыс істейтін приложение ғой. App Store'дан, Play Market'тен бәрінен тартып аласың. 10% скидка. Мен сен Pantarez ба деп үшін натур айтып жүргенсің. Машинаң қанша қалды деп ойлайсың? Білемін ғой бағасын 9 миллион тұрады. 650 мың. Қой, шешсін. Еркекші Тәркөге? Ау. Қорадан не жүрсіз көге? Ара біздің сиыр буаз болыпты да, сол қай өгізден көтеріп қойды екен деп ойланып тұрмын. Астарлы ақиқатқа беріп біліп алайын ба деп қоямын. Вот душты реттей алмадым інім. Түссем жаурап қала берем болған бар ғой. Неден болды деп ойлайсың інім? Суды ыстық қып түсіп жатырмын ғой айтпаса. Жаурай берем, жел азынайды атаң әлім. Осы інім мынаны қалай атып жүрсіңдер? Қолдана алмай ақ қойдың ғой бұл. Мынаны былай ату керек та я. Көке, осы сіздің 12 балаңыз бар деді ғой. Қалай ол? Ана үммет деген компанияда ерлерге арналған витамин деген дәрі бар. Соны ішсеңдер ат боласыңдар. Қазір қоян болып жүрсіңдер ғой сендер. Ол химикат емес па? Кәдімгі табиғи өнім. Қазір уже 14-шісін пландап жатыр. 12-ден кейін 13, 14 қой. Накас, егіз ғой анау. Анау қайтанның келін клубтан ақпашқан ау дейм, Жайша? Оқтау көрсе ирелеңдеп жыбырлап қалып жатыр ғой. Алло, досым қызбен жүріп бізбен араласпай кетті. Ол мировой проблема ғой, шеше алмайсыздар. Алло, қалтам жыртылып қалды. Тұра берсін бе? Қолыңызды салып ұстап жүре берсін. Малсың ба? Алло, тігіп алыңыз. Сосын ішінен ұстайсыз ғой. Алло, Алматыдан квартира таппай жүрмін әлі. Бүйтесіз ғой, қалың киімдеріңізді, төсектеріңізді алып аласыз да президентский паркке барып жатасыз ғой, студенттердің бәрі сол жақта жүр ғой деймін. Қызым вейп шегіп жүр дейсіз ба? Кішкене күтсеңізші, асқазан ауырып өледі өзін. Алло, жігітім ішіпке бұрып жүр мені. Оны сіз жігітім демеңізші, подружкам десеңізші. Подружкаңыз ұрып жүр ғой, сіз ұрып жүр. Жігіттікке недостойны ол. Рас. Алло, ертең Павлодарға кетіп баратырмын. Ертең Түркістанға кетіп баратырмын. Мама, енді күнде күші